Сәлем достар баршаңызға. Бүгін мен сіздерге қайнатпалы кремнің рецептісімен бөлісемін. Өте керемет, дәмді болып шығады. Ең бастысы бұл кремге кілегейдің жаңағы сгущенканың қажет етпейтін әдемі крем болып дайындалып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл кремді мен медовый және де Наполеон торттарына пайдаланамын. Әдемі болып шығады. Ең алдымен газге сүтімізді қойып аламыз. Қатты қайнап кетпеу керек, орташа. Содан соң 2 жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізге аппақ болып көпіршіп шығуы қажет емес, бастысы жақсылап араласса болды. Содан соң крахмалымызды қосамыз. Мен картопты крахмал қостым, сіздер кукурузды крахмалға алмастырып қоссаңыздар да болады. Мінекей, сүтіміз де ысыды, қатты қайнап кетуі қажет емес. Енді массамыздың үстіне жартысын құйып аламыз да тездетіп араластырамыз, себебі жұмыртқамыз пісіп кетпеуі қажет. Сүтіміздің қайнауы 17 минут алады. Қатты тасырлап қайнап кетуі шарт емес. Енді сүтіміздің үстіне осылай құйып араластырып тұрамыз. Тоқтатпай араластыруымыз міндетті. 2-3 минуттан кейін уже қоюланып бастайды. Мінекей, креміміз де қоюланып болды. Енді үстіне сары майымызды саламыз. Тағы жақсылап араластырамыз. Оттың астын паситуды ұмытпаңыздар. Осылай араластырып болғаннан кейін 1 минуттан кейін газымызды өшіруіміз, алауымызды өшіруіміз міндетті. Мінекей, осылай дайын болып шықты. Енді бөлек ыдысқа кремімізді құйып аламыз. Себебі ыстық ыдыста қалып кетпеуі қажет. Мінекей, креміміз осылай болып шықты. Бөлек ыдысқа құйып алдық. Енді үстін пленкамен жауып, орташа үйдің температурасында 2 сағатқа тындырып қоямыз. Креміміз өте әдемі болып шығады, түйіршік болып қалмайды. Мінекей, осындай кондитерлік насадкамен құйып көрсетемін. Өте дәмі де, өзі де керемет болып шығады. Бұл тортты красный бархат, вупи-пайларға қосуға болмайды, себебі бұл крем өзінің формасын сақтамайды. Сол үшін де басқа да Наполеон, медовик сияқты торттарға пайдалансаңыздар болады. Сіздермен болған мен Райхан. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.